Барлықтарыңызға сәлем, есімім Кербез Арыспай. Біз Қазақстан бойынша қарақ шайдың дистрибьютеріміз. Қазақстанның дистрибьютерствосын қалай алдық, сол туралы қысқаша айтып кетейін. Біз 5 жылдан бері Түркия мемлекетіне тұрдық, 1 жыл Кипрда тұрдық, 4 жыл Стамбулда тұрдық. Сол Стамбулда тұрған уақытымызда біз бір бизнеспен айналыссақ дедік. Серьезный, сондай бір заводтармен жұмыс жасағымыз келді. Сол біраз заводтарды араладық. Бірақ ол жердегі киім болды, БАДы болды, витаминдер болды. Бізге ұнамады. Нарыққа анализ жасап көрдік. Сонымен бір күні Стамбулда менің Фатма деген құрбым бар. Сол Фатма құрбым мастер-класстар жасайды шоколадтан. Сол шоколадты жасап, мүмкін кәсіп бастап кетермін деген ойда сол мастер-классқа қатыстым. Бірақ мастер-классқа қатысқаннан кейін Фатма ханымға айттым, бұл жұмыс өте қиын, бұның жұмысы көп екен, масштабировать ету өте қиын дедім. Сол мастер-класста біз қарақ шай іштік. Сол қарақ шай маған қатты ұнады. Енді ананың дәмін мен айта алмаймын. Ең алғашқы ішкен кезде өмірімде бірінші рет мынандай вкуспен қарақ шай ішіп тұрдым. Сонымен ол шайды біз кішкене алып кеттік үйге, үйдегілер ішті, олардың бәріне ұнады. Сонымен ол қарақ шай туралы мен сұрастыра бастадым. Ол кезде как раз Қазақстанда қарақ шайдың кофейнялары ашылды. Бір стаканның өзі 1000 теңге, 1500 теңгеге сатылып бастаған. Сол уақытта Дубайға барған, қажылыққа, Меккеге барған кісілер сол жақтан қарақ шай ішіп, сол жақтан кішігірім алып келіп жүретін. Сол біраз халық қарақ шай деген арабтардың шайын біліп қалған. Бұл жерде кішкене спрос бар екен, бұл шайдың дәмі қазақтарға ұнайтынын мен түсіндім. Сонымен ол туралы мен толығырақ жаңағы ақпараттарды Фатма ханымнан сұрай бастадым. Фатма ханым айтты, егер сен кәсіп іздеп жүрсің, жұмыс жасағың келсе, менің әкем қарақ шай сатады деді. Енді мен ойладым, қарақ шай сататын әшейін бір дүкеннің бір қызметшісі шығар деген сияқты. Сол жерде бір жұмыс жасайтын кісі шығар деп ойладым. Сонымен біз записке жазылып, сол адреске бардық. Барған кезде енді мен сезімді айта алмаймын. Біз жаңағы заводтарға барып іздеп жүрген өніміз просто алдымыздан келіп. Ол жаққа кәдімгі мыңдаған пропусктан өтіп, сол жерде бір кісі арнайы күтіп алды. Барсақ, үлкен офиста мынандай ақсақалды түрік ата отыр. Ол кісі айтады, ол кісі өзін таныстырды, Фатма ханымның әкесімін, осы заводтың иесіміз. Біз 25 жылдан бері 47, енді ол кезде 45 мемлекетпен жұмыс жасаймыз деді. Біздің осындай өнімдеріміз бар деді. Олар кофе өндіреді және қарақ шай. 47 мемлекетке, араб мемлекеттерін, Европаға, Дубайға, барлық жаққа біз экспорттаймыз деді. Сонымен біз енді шок болдық, ана жерде шайды алдық, барлығын алып кеттік, үйге барып пробасын бәрін көрдік. Айналамдағы бір 10-15 адам ішті. Ананы ішкен кезде маған қалай ұнады ана шай? Тура солай ұнады. Оның 5 вкусы болды. Енді 5 вкусының 4-еуі, 3-еуі бір адамның өзіне обязательно ұнайды. Сонымен бізге қарақ шай ұнады, менің айналамдағы адамдарға ұнады. Енді сіз ойлаңызшы, бұл біз потребитель, соңғы сатып алушыларға бұл өнім ұнаса, значит, бәріне ұнайды деген сияқты. И біз оны зерттей бастадық. Біз заводқа күнде барамыз, 2-3 сағат сөйлесеміз түріктермен. И бұның біз заводына кіріп, қалай, немен жасалынады, сол туралы сұрай бастадық. Заводқа барған кезде ол түрік атамыз бізге осындай шайларды упаковкалармен берді. Әр түрлінен самый ходовой түрлері. Сіздер қандай өнімді мықты өндіресіздер, көп өндіресіздер, көп экспорттайсыздар дегенде осы қарақ шайды ұсынды бізге. Упаковканың ішіне осындай 25 штук стиктермен жүреді. И бұның ішінде 5 түрлі шайдың ішінде, мынаның ішінде мысалы кардамоны бар. И бізде қазақтарда сүтпен шай, қою сүтпен шай өте қатты ұнайды ғой, қазақтарға өтеді ол. Бұның ішінде кардамон бар, необычный вкус. Мысалға мынаның ішінде шафран бар, мынаның ішінде имбирі бар, мынаның ішінде масаланың ішінде корицасы бар, кардамоны да бар, имбирі да бар, гвоздикасы да бәрі бір насыщенный. Әр қайсының вкус әр түрлі. Бұндай шайды мен өмірімде ішіп көрмеген ғой. И прям бізге ұнады. Продукт бізге өте қатты өтті. И ол жерде біз заводқа барған кезде мынау кардамоны шайдың ішіне қосылатын кәдімгі оригинал кардамондар ұсақталып қосылады. Сүт бізде 3 в 1 химикат сүттер бар ғой, кофе, оның ішінде сүт емес, оның ішінде крем
крем деп айтылады. Ал мына шайдың ішінде натуральный сүт. Біз енді сол шетелде Турцияда тұрғаннан кейін білеміз, егер сіздерде білетіндеріңіз болса, Турция сапаға жұмыс жасап жатыр. Олардың бірінші жаңағы сапамен ұстап тұр. Қаншама жылдан бері кез келген өнім, әсіресе продуктыда олар сапаға қатты мән береді. Олар сертификат алу үшін сапалы болу керек өнім. Бұл шайдың ішіне қосылатын сүті, шайы, кардамоны және шафран, оның барлық қымбат продукттар. И соның бәрін өз көзімізбен көрдік. Кәдімгідей имбирдің өзі, сухой имбир ұсақталып, жаңағы бір порция, мынау масаланың ішінде жаңағы приправалардың бәрі ұсақталып, бір порция оригинал сүті бар, Индиядан алып келетін жаңағы шайлары бар. Соның бәрін араластырып, осындай натуральный шай жасайды. Карак шай жасайды. Бұл карак шай біздің жаңағы нарықтағы 3 в 1 чай, ондайға мүлдем келмейді. Просто упаковкасы масштабировать ету үшін, соған сай болған үшін, как будто бір 3 в 1 шай сияқты. Негізінде бұл арабтардың карак шайы. Бұл шайды біз Қазақстанда сатқымыз келді. Түрік атамыз айтты, біз әр мемлекеттен бір ғана адаммен жұмыс жасаймыз, бір ғана дистрибьютормен жұмыс жасаймыз деді. Сонымен біз енді маған ұнады, мен айналамдағы адамдарға ұнады, бірақ халыққа қалай өтеді екен, халық бұны спрос бар ма, жоқ па, сол мақсатта біз анализ жасағымыз келді. Сонымен біз реклама жасадық, халыққа осындай шай бар екенін барлығын ашып көрсетіп, халық қалай қабылдайды, бұны алады ма, спрос бар ма, жоқ па, соны тексеру мақсатында біз реклама жасадық. Рекламада енді ол рекламаның историясы бір бөлек. Мынау шайдың барлығын ашып көрсеттік, заводты көрсеттік, жаңа түрік аталарымызды барлығын таныстырдық. Халық естігені бар, көбісі естімеген, карак шайды да ұстап көрмеген, ішіп көрмеген адамдар біздің жаңағы рекламамыздан кейін мынау шайды бір коробкадан 500 коробкаға дейін заказ берді. Ол дегеніміз 25-30 миллионға дейін, 55 мың теңгеден 25-30 миллионға дейін предзаказ жасады. Солай біз қалай бизнесті жасайды, анализ жасалды, халықта спрос бар, қызығушылық бар. Сонымен біз заводқа тапсырыс беріп, сонымен Қазақстанға уже халық предзаказ бергеннен кейін біз Қазақстанға бұл шайды алып бардық. Енді қаншама уақыт күткен халық бұл шайды алып, қолдарымен ұстап, ішкеннен кейін ана эмоцияны айта алмаймын. Халық, мен айтайын, бір 98% адам довольны болды. Ұнады. Шай өте керемет. Халыққа шай ұнады. Бізден алған кісілер тез-ақ сатып жіберді. Сонымен бізде келесі заказдар уже предзаказ болып, жаңағы алған кісілер товарларын сатып жіберді ғой. Сол кісілер предзаказ жасап, біздің фурамыз Қазақстанға 15 күн жүреді, 15-20 күн жетпей жатып, бір фура, екі фурамыз кәдімгідей сатылып кетіп отырды. Оны біз алдында видеоларды қаншама айттық. Қазақстанға келеді, біз фуран барлығын дистрибьютор жаңағы дилерлерімізге жібереміз. Қайтадан келесі фура солай біздің процесіміз жүріп кетті. И бұл уже 2 жыл бұрын халыққа бұл өте ма шай, өтеді. Спрос бар ма? Спрос бар. Бұл шай ұнай ма? Ұнайды. Бұл одан кейін аудиториясы өте кең. Бала да, әйел де, жас та, кәрі де, ата да, апа да бәрі ішеді. Аудиториясы өте кең. Бұл шайды бізден алған кісілер бұл шайды жеңіл сатты. Себебі бұл шай, мысалы қараңыздар, упаковкасынан ішін ашсаң, магазиндерде сатыла береді. Аналығы жоқ. 2 жыл срок годности. Бұған холодильник қажет жоқ. Қымыз сияқты ашып кетпейді, колбаса сияқты холодильник керек емес. Немесе даже аяқ киім сияқты размер, цвет, модель, остаток. Даже киім сататын болсаңыздар, сіз бір жерде отырасыз. Оған сіздің саудаңыз болу үшін товар әкеліп сала бересіз, үстіне модельдер, новинкалар әкеліп сала бересіз. Тапқан ақшаңыздың бәрін солай саласыз. Ал бұл жерде ондай емес. Бұл карак шай біздің Қазақстанымызда аналогы жоқ. Ешқандай шайға ұқсамайды. Бағасын біз ғана қоямыз. Мысалға наның өзінің бағасы 92 теңге. Ал біздің дилерлеріміз бұл біздің установленген баға бойынша 150 теңгеден сатады. Сонда бір коробкадан мынандай 25 упаковка бар. Бір коробкадан 35 мың теңге табыс тауып отыр. Бізбен жұмыс жасап жатқан кішігірім бір қаланың дилерінің мысалын айтып кетейін. Ол кісі 50 супермаркетпен жұмыс жасайды. Бір қаланың 20% ғана алып отыр. Бір магазин бір күнде бір коробкадан сатады. Бір коробкадан сатады. Енді біз общий
общий средний есептейтін болсақ, бір магазин бір айда 30 күнде 20 коробка сатады деп есептейік. Біз сонда 20-ны көбейтеміз 50-ге. Сонда ол кісі бір айда 1000 коробка сатады. 1000 коробка сатады. Енді 1000-ды көбейтеміз 35 мыңға. 35 мыңға көбейтеміз 35 миллион маржа. Енді ол жерде расходтың бәрін алып тастайық, 30 миллион теңге прибыль. Бұл шайларды қайда сатамыз, қалай сатамыз, маржасы қандай болады, сол туралы айтып кетейін. Мысалға біздің енді дистрибьютерлеріміздің тәжірибесімен жалпылама айтып кетейін. Бір қаланы аламыз, бір қалада үлкен супермаркеттер желілері бар. Одан бөлек 10 мың, 20 мыңдай майда дүкендер бар. Одан бөлек кофейнялар бар. Кофейнялар өте жақсы алады. Одан кейін столовыйлар бар, сеть столовыйлар, университеттердің столовыйлар бар. Соның бәрінде мынау қарақшай сатылу керек. Кішкене сатылып жатыр, бірақ нарықтың 95% әлі бос. Сол үшін бізбен жұмыс жасайтын дистрибьютерлер қажет. Енді сіз қараңыз, бір қалаңыздың кем дегенде бір 100 точкасына осы шайды тарқатасыз. Оптовиктер, базар, одан кейін супермаркеттерге кіргізсеңіз, дүкендер, столовыйлар, кофейнялар, соның барлығына бір коробкадан сіз тарқататын болсаңыз, ол уже сіз оны клиентті байлайсыз. Бір қалада 10 мың, 20 мың дүкен бар, кофейнялар бар, барлығын айттық. Солардың кемі бір 100 точкасын сіз өзіңізге байлап алатын болсаңыз, сіз ай сайын, апта сайын, күн сайын соларға доставка жасап отырасыз. И үстіндегі маржаңызды қырқып отырасыз. Мысалға, қазір енді көп адамдар ақшаларын депозитке сақтайды, бір недвижимость алады, депозитке сақтап, какой-то мизерный процентке алданып отырады. Егер сіз қандай бизнесқа, қандай тауарға ақшамды салсам болады, ұтылып қалмайтын, үстінен жақсы маржа көретін, 24-те 7 сағат жұмыс жасамайтын бизнесті іздейтін болсаңыз, мен сізге сенімді түрде қарақшайды ұсынамын. Себебі біз қарақшайды 0-ден бастап көтергенбіз, және спросын бәрін халықта спрос бар екен, барлығын уже көзіміз жетті. Даже бізбен бірге 0-ден бастап бизнестан хабар жоқ кісілердің өзі қазір шүкір біраз оборот жасап отыр. Перспективасы бар бизнес іздесеңіз, онда қарақшай бизнесіне шақырамын. Бұл шайға сіз ақшаңыз салсаңыз ұтылмайсыз, бірге бір пайда таппасаңыз, сіз маржада қалмасаңыз, ешқандай ақшаңызды жоғалтып алу деген қорқыныш жоқ. Себебі мынаның бір упаковкасына дейін қарақшай сатылып кетеді, астатып қалмайды, срок өтіп кетпейді, ақшаңыз күйіп кетпейді, және де спрос бар. Бұл шай расходный материал, адам ішеді, таусылады, ертең қайтып келеді, ішеді, таусылады, ертең қайтып келеді. И бір клиентті байласаңыз, ол постоянно сізге келіп отырады. Бір точканы байласаңыз, ол постоянно сізге келіп отырады. Осылай сіз 100 магазин, 200 магазин, 1000 магазин, сондай бір перспективасы үлкен, маржасы үлкен бизнес құрасыз. Егер сіз ұзақ уақыт серьезный бизнеспен, маржасы жақсы бизнеспен айналысқым келеді, ақшамды жоғалтудан қорқам дейтін болсаңыз, онда бізбен жұмыс жасауға біз сізді шақырамыз. Төменде көрсетілген номерге хабарласыңыз, біз сізге толық ақпарат береміз.